Біздің Лисаков орталықтандырылған кітапханалар жүйесі жалпы жыл басынан бері жаңа кітаптармен толығуда. Сонымен қатар мінекей жақында ғана осы біздің кітапханаға Айқап журналының топтамасы, Қазақ газеті, Сарыарқа, Жұлдыз және Әуезов, сондай-ақ жаңағы қаржылық мәселелерге байланысты да көптеген кітаптар түсіп жатыр. Міне айта кетер болсам, міне Айқап журналының топтамалары жазылған. Айқап журналы 1911 және 1912 жылғы жаңағы жинақтар түсіп отыр. Бұл Айқап журналы Троицк қаласында ақын, журналист, қоғам қайраткері Мұхамеджан Сералиннің басшылығымен 1911-1915 жылдар аралығында жарыққа шыққан болатын. Сол кездің аралығында осы Айқап журналының 88 саны жарық көрді. Бұл кітап жалпы жинақ деп айтамыз. Бұның ішінде қазақ халқының сол кездегі тұрмыс тіршілігі, әлеуметтік жағдайы, діни мәселелері, солардың бәрі қамтылған. Және сол кезде бұл газет араб әліпбиі түрінде жазылатын болса, ал қазір біздің жазу үлгісі бойынша жазылып, жалпы отан сүйгіш, тіл жанды оқырмандардың назарына ұсынылып отыр. Қазақ ұлттық баспасөзінің қарлығашы саналатын жалпы ұлттық және халықаралық деңгейдегі қазақ газеті сол бір кезде, яғни 20 ғасырдың бас кезінде 1913-1918 жылдар аралығында дүрілдеп тұрған кезі болатын. Яғни бұл қазақ газеті Орынбор қаласында Ахмет Байтұрсынұлының басшылығымен шығарылған болатын. Осы газеттерді жиынтықтап Қазақ газеті атты мынандай кітапқа құрастырып жазды. Сол кездері араб әліпбиі түрінде жазылған болса, қазір біздің күнделікті пайдаланып жүрген жазу үлгісі бойынша жазылып, жалпы оқырмандардың назарына ұсынылып отыр. Бұл кітап негізінен қазақ қауымындағы әлеуметтік, экономикалық хал-ахуал, сонымен қатар тұрмыс тіршілігі, елдің, сол кездегі халықтың оқу-ағарту, дін мәселелерін көтеретін негізгі тақырыптарға айналған. Жалпы бұл кітап отан сүйгіш барлық оқырмандардың назарына ұсынылған. Сарыарқа газеті, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, 1917-1919 жылдары бұл газет Семей қаласында арнайы апта сайын шығып тұрған газет екен. Бұл газетте де қазақ халқының сол кездегі тұрмыс жағдайы, өмірі, жалпы діни мәселелері бәрі қамтылған. Ол кездегі жаңағы араб әліпбиінен қазіргі оқу үлгісіне көшірілген. Сонымен қатар бұл газет жалпы осы 2 жылды толық қамтып, біздің оқырмандардың назарына ұсынылып отыр. Келіп оқиым, қарайым дейтін оқырмандарға біздің есігіміз қашанда ашық. Келіңіздер, көріңіздер. Жұлдыз және Әуезов деп аталатын жинақ біздің қорымызға келіп түсті. Бұл жинақты жалпы академик жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың 20 жылдың бас кезіндегі ең алғашқы шыққан Шолпан, Таң журналдарынан және одан кейінгі біздің осы күні оқып жүрген Жұлдыз журналымызға дейінгі барлық әдеби журналдарда жарық көрген шығармалар топтастырылған. Сонымен қатар Әуезовтың ауыл суреттері, ауыл әңгімелері, барымта, сол сияқты қилы заман, көксерек повестері, сондай-ақ түнгі сарын пьесалық драмасы, сондай-ақ жаңағы Абай жолы роман-эпопеясын жазуға дейінгі ой толғанысы осы кітапта көрсетілген. Жалпы алпауыт жазушы Әуезовтың барлық шығармалары осы кітапта қамтылған.